Ал қайырлы күн асылутым. Екінші бөлім. Алдағы бірінші бөлімді көрмесеңіз көруге ұсыныс берем. Бүкіл сіздің қарым-қатынасыңыз, қоғамдағы рөліңіз, орныңыз, тұлға болып қалыптасуыңыз, достық, махаббат, біліміңіз, денсаулығыңыз, өзіңіздің адам ретінде қалыптасуыңыз, сауда-саттық жасауыңыз, бүкіл адаммен қарым-қатынас жасаудағы ең бірінші сауда-саттық, жаңағы біздің коммуникациямыз, біздің араласуымыз, қоғамға бүйтіп белді өмір сүруіміз, біздің ақша, біздің нәпақамыз, соның барлығы арман тілектеріміздің орындалуы, жоспарларымыздың іске асуының бәрінде екі-ақ адам себепкер. Сол жағымызда тұратын төрінде ойып тұр орын алатын, ол біздің әулие анамыз, және оң жағымызда біздің асқартау әулие әкеміз. Екеуінен біреуіне сіз қарсылық көрсетсеңіз, ренжісеңіз, оның тағдырына мойынсұнбасаңыз, оған ақылмаш болсаңыз, біреуінде түгел екеуіне де өкпелесеңіз, екеуіне ренжісеңіз, қапа болсаңыз, екеуін жек көріп, сіздер бізге бере алмадыңыздар, ішкенімді алып бере алмадым, кигенімді алып бере алмадым, маған керемет той жасап бере алмадым деп міндетсініп әке-шеге сондай эмоциялар, сондай сезімдер болып жатса, бітті. Сіз өзіңіздің әулеттегі орныңызды, сіз қоғамдағы адами орныңыздан жоқ болып кетесіз. Әулие анаңыз бен әулие әкеңіз екі қанатыңыз. Сіздің адам болып қалыптасу үшін, сіздің бүкіл сізге әулеттен келе жатқан ресурс, байлық, мұра, күш, қасиет, өнер, білім, бәрі сол екі-ақ адамға байланысты. Сондықтан көзі тірі болса, алдарынан өтіп, шын жүректен анашым, әкешім, жампида, сіздер өмір сыйлағандарыңыз үшін алғыс, бірақ нәрсе үшін алғыс білдіреміз. Өмір сыйлаған үшін, енді әрине өсіріп жеткізіп оқығаннан жетеді еңбектері былайынан. Енді қайтып кеткен болса, аруақтарына Құран бағыштап, қазақ тілінде, өзіміздің ана тілімізде кешірім сұраймыз. Осы екі нәрсе, осы екі ұлы адамдарымыз бізді адам қылады.